Сәлем біз кезекті нұсқа таудамыз бастайық. Ал кеттік. Бізде жалпы осы видеода екі нұсқа болды. Каждый екі нұсқа сайын осы әр бөлек видеоға салып отыратын боламын. Ал кеттік, бірінші нұсқа бізде жалпы не дейді? Кестедегі сандар белгілі бір заңдылық бойынша берілген сұрақ белгісінің орнындағы сан дейді. Енді былай қарасаңдар, қараңдар, қандай болып тұр? Бұл жер заңдылық, иә? Біз заңдылық болған кезде не істейміз жалпы? Көбейтеміз, қосамыз, квадраттаймыз, азайтамыз, в общем, біргеміз істейміз, короче. Енді қараңдар, біз бірінші қосып көрейік. Қосып көрсек, 3-ке 4 қосақ 7 жеді. Енді 7-нің 1-2 явно қатысы жоқ. Мысалы 7-ні 1-2 бөліп көрсеңдер, бөліп көрейікші қанша шығатын. 7-ні бөлеміз 1-2-ге. Бізде 0,58 3 деп кете береді. Значит, бізде пока сондай болып тұрған жоқ. Азайтып көрсек, -1 болып тұр. Оған да келіп тұрған жоқ. Көбейтіп көрейік. 3 пен 4-ті көбейтіп көрейік. Бізде 12 шығады. Қараңдар, значит, бізде мынаның қатысы бар. Получается 12 шықты ғой. Енді біз 12-ні 10-ға бөлетін болсақ, мынау не шығады бізде? 1,2 деген сан шығады. Сонда получается бұл жердегі заңдылық не? Мына екі сандарда, мына екі қатардағы санды бір-біріне көбейтіп 10-ға бөлу деген мағына. Если то же самое анағанда орындалатын болса, ол значит бұл заңдылық дұрыс деген сөз. Мысалы қараңдар, 4-ке 5-ті көбейтсек бізде қанша болады? 20. 20-ны 10-ға бөлсек, міне, бізде міне 2 деген жауап шығып тұр. 2 деген жауап шықты. Бізде заңдылығымыз дұрыс. Енді қараңдар, бөлген кезде бізде 420 шығу керек. Получается не болып тұр бізде? X көбейткен 6 тең болады 420 болып тұр ғой. Дұрыс қой. Өйткені анау алдыңғысына қарағанда 10 есе кіші болу керек. Сонда біз X табу үшін кәдімгі теңдеу арқылы 420-ны 6-ға бөлсек 70 болады. Ал осында получается X-тің мәні бізде, точнее белгісінің орнысынан ол бізде 70 болады. Қайтадан тексеріп көрейік. 70-ке 6-ны көбейтеміз. 420-ны 10-ға бөлеміз 42 міне. Ол заңдылық шығып тұр. Вот осылай. Келесі есеп кетейік. 20 мен 40 сандар арасындағы жай сандардың арифметикалық ортасы дейді. Жалпы бізде жай сандардың анықтамасы қандай? Жай сандар деп отқан бірге және өзіне ғана бөледі. Ол не болады мысалы? Ол жай сан бізде 2-ден басталады. 2 болады, 3 болады, 5 болады, 7 болады, 11 болады, 13 кете береді шексіз. Сонда получается бізде қараңдар. 20 деген қандай сан бар? 21 бізде құрама сан. Құрама сан дегеніміз 2-ден көп бөлгіші бар. 21 қандай сандарға бөлінеді мысалы бізде? 1-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді, 7-ге бөлінеді, 21-ге бөлінеді. Бізде 2-ден көп бөлгіші бар. Уже 2-ден асып кетсе, уже құрама сан кетіп қалды. Получается бізде 21 жатпайды. 22-ге тоже құрама сан 2-ге бөлінеді. 23 вот бізде жай сан. Бажашайым. 21, 22, 23 бізде жай сан. 24 құрама сан, өйткені ол 2-ге де 4-ге де бөлінеді. 25 бізде тоже құрама сан, 26 тоже құрама сан, 27 тоже құрама сан, 28, вот 29 бізде жай сан. Бірге және өзіне ғана бөлінеді. 30 бізде құрама сан, дұрыс. 31 жай сан, 31 бірге және өзіне ғана бөлінеді. 31 точнее. Келесі 32 бізде ол құрама сан. 33 тоже құрама сан. 34 тоже құрама сан, 35 тоже, 36 тоже, и 37 бізде тоже жай сан. Өткен 37 2-ге де бөлінбейді, 3-ге де бөлінбейді, тек қана бірге және өзіне 37-ге ғана бөледі. Кетті ма? Кетті. 38 тоже құрама сан, 39 тоже құрама сан, вот, уже 40-қа дейін не сталмайды. Енді айтып тұр, жай сандардың арифметикалық ортасы. Арифметикалық орта деген не? Барлығын қосамыз, қанша количество бар, қанша штук бар, соған бөлеміз. Получается жай сандардан 23 деген сан бар. 29 деген сан бар, 31 и 37. Осын барын қосамыз, неге бөлеміз? 4-ке бөліп шығамыз. Осында 23 қосылған, 29 қосылған, 31 қосылған 37-ні бөлеміз 4-ке. Ал қосып көрейік бәрін. Қанша болады? 23 қосылған, 29 қосылған, 31 қосылған, 37-ні бөлеміз 4-ке. Значит, получается 20-ны 4-ке бөлетін болсақ, ол бізде 30 деген мынау А жауабы бола салады екен. Так, келесі. Қорапта 3 қара, 2 көк және 5 жасыл қалам бар. Қораптан алынған бір қаламның жасыл болу ықтималдығын табыңыз дейді. Бізде жалпы ықтималдықтың формасы P тең M бөлінген N. M деп отқан бізге керегі. Саған по факту не керек саған? Қызыл ма, жасыл ма, соны қойсын. Ал N деп отқан барлығы қаншасында қалам бар, соны қойсын.
сонда бізде қараңдар, жасыл болу дейді. Бізде жасыл болған бізде қанша штук? 5 дұрыс па? Значит бізде м-нің орнына не кетеді? 5 штук дейді. Келесі барлығы бізде барлығы қанша бар? 3 қара 2 көк 5 жасыл. Значит біз барлығын қоссақ 3 плюс 2 плюс 5 бізде 10 болады. Значит біз 5-ті 10-ға бөлеміз, қанша болады? 0,5. Значит получится ол 50%. Немесе қысқартсақ та болады бұны. 5-ке бөлеміз, 2-ден 1 болады, ол бізде сол полигон 0,5-ті береді. 2-ден 1 деген ол бізде мынау А жауабында отыр. Тағы мынандай болып келуі мүмкін. Жасыл болмау ықтималдығы болса, тоже сол общий количестводан асасын жасылды. Тоже 5 болады да. Получается, жасыл болмау да ықтималдығы сол 2-ден 1 болады. Жасыл болмау ықтималдығы тоже 50% болады деген сөз. Если қара болса, 3 бөлінген 10 болады да. Мынау бізде қаранікі болды. Қара болу ықтималдығы. Вот осындай. Мына 5-тен 1-де отқан ешқандай неге келеді екен. Бұл не қараңдар? Бұл бізде көк болу ықтималдығы. Көк болу ықтималдығы. Көк болу ықтималдығы. Өткен қараңдар. Бізде 5-тен 1-де отқан бізде 2 бөлінген ғой. Дұрыс қой. Енді общий бізде барлығы 10. Енді көгі ол бізде керек, значит көк болу ықтималдығы 2 бөлінген 10. Оны 2-ге қысқартып жібердім, 5-тен 1 деген жауап шығады. Ал мынау ешқандай жауапқа келмейді. Бұл жауап бола алмайды өкінішке орай. Вот осылай. Әрқайсысын татап келесі есепке кетейік. Алихан, Рамазан және Аңсар баққа алма теруге бар дейді. Рамазан Аңсардан 2 есе көп, осыны жаздық сразу. Рамазан Аңсардан 2 есе көп. Значит, Рамазан Аңсардан 2 есе көп. 2 көбейткен Аңсар. Аң дей салайын, ал Алиханнан 2 есе кем алма. Значит, Рамазан Алиханнан 2 есе кем. Так, Рамазан Алиханнан 2 есе кем. В общем, жазып қойын. Есе кем болса, ассоциируется бөлу. Есе артық десе, біз көбейтеміз. Кем болса, азайту, артық болса қосу. Вот. Енді айтып тұр. Бізде барлығы 112 дана алма жиналған болса, ең көп алма жинаған бала мен ең аз бала жинаған алмаларының сандарының айырмасы дейді. Вот. Сонда получается бізде Рамазан қосылған Аңсар қосылған Алихан барлығы 112 алма жинаған. Біз получается бұны шығару үшін не істейміз? Бәрін бір адамға келтіріп аламыз. Получается либо Рамазанға, либо Аңсарға, либо Алиханға келтіріп аламыз керек. Мен мысалы Рамазанға келтірейін. Рамазан қосылған Аңсар. Бізде Аңсар табу үшін не істеу керек? Рамазанды 2-ге бөлеміз. Бұны былай қоя салайын. Так, Рамазан тең болады 2 көбейткен Аңсар. Аңсарды бөліп мен былай қарай бөліп жіберемін. Значит, бізде Рамазан бөлінген 2 тең болады Аңсарды шығып тұр. Значит, мен получается Аңсардан нені қоямын? Мынау R бөлінген 2-ні қоямын. Рамазан бөлінген 2. Ал Алдиярдың орнына не қоямын мен? Алдиярдың орнына 2 Рамазанды қоямын. Пропорция мен көшірдім болсам, бізде Алдиярдікі 2 көбейткен Рамазан болады. Значит, Алдиярдың орнына 2 көбейткен Рамазанды қоямыз. Тең болады 112. Енді біз бәрін қараңдар мына жақта 2 көшірдім болса, мына асты бізде 2 қысарып қойды. Бәрі теңдеудің 2 жағында 2 көшірейік. Сонда 2 Рамазан қосылған Рамазан. Ең қараңдар 2 көбейткен 2 4 Рамазан болады. Тең болады 112-ні 2-ге көтек бізде 224 болады. Ал қосайық, енді мысалы бір бананға бір банан қосақ 2 алма болады. Ой, шайдым ғой. Бір бананға бір банан қоссақ 2 банан болады. То же самое мысақта. Мынақта 2 Рамазан, 1 Рамазан, 3 Рамазан, 3 Рамазанға 4 Рамазан болса 7 Рамазан болады. Тең болады 224. Значит, біз Рамазан табу үшін 224-ті неге бөлеміз? 7-ге бөле салады екенбіз. Сонда бізде қанша болады? 224-ті бөлеміз 7-ге. Бізде Рамазан получается 32 алма терген екен. Оны таптық, енді так, орнына қойып шығамыз. Орнына қойып шығайық. Бізде Рамазан тең болады 2 Аңсар. Значит, бізде Рамазан 32 болса, 32 тең болады 2 көбейткен Аңсар. Значит, получается Аңсар табу үшін мен 32-ні 2-ге бөлемін. Получается Аңсар бізде 16 алма жинаған.
Ал Алиханды табу үшін не істеймін? Рамазан 2 өтем, мына жақта жазып тұр. Так, Алихан табу үшін Рамазан 2, Рамазан бізде 2. Рамазан бізде 32. Так, значит бізде Рамазан, бұл шайдың, Алихан 64 алма терген. Енді бізде есептен не сұраған жалпы? Так, ең көп алма жинаған бала, ең аз жинаған балалардың алмалардың сандарының айырмасы. Бізде ең көп жинаған Алихан 64, ең аз жинаған ол бізде аңсар. Значит 64-тен азайтамыз 18-ді, бізде қанша болады? 42 деген мынау. Шайдың 48 деген болды, шатысып кеттім. 48 алма деген мынау. Өз жауабы бола салады екен. Так, келесі. Мектеп асханасындағы сорпаның 4 түрі, қою тамақтың 3 түрі және сусынның 5 түрі бар. Егер осылардың әрқайсысынан бір-біреуден алатын болса, онда барлығы неше тәсілмен түскі ас жасауға болатынын көрсетіңіз дейді. Енді жалпы бұл комбинаториканың как бы кіріспесі да. Бұл ең оңай не істейміз? Бәрін бір-біріне көбейтеміз. 4-ке көбейтеміз 3-ті, көбейтеміз 5-ті. 4 көбейтеміз 3, көбейткеніміз 5. Получается бізде қанша болады? 12 60. Получается бізде 60 түрлі түскі ас табуға болады екен. Енді жалпы мынандай десіп берген. Мысалы, мен өзімді алайын. Мысалы менде 5 бас киім и 2 шлепка деппін ғой. 2 шляпа бар. И мен қанша тәсіл арқылы соларды алмастырып кие аламын. Қанша тәсілмен сонда мен бас киім құрап аламын десе, барлығы бір общий зат дұрыс па? Барлығы бір общий зат дұрыс болатын болса, не істеймін? Барын қосамын. Мысалы 5 бас киім қосқан 2 шляпа, сонда получается мен 7 тәсіл. Аңдақта қараңдар, сорпаның 4 түрі, тамақтың 3 түрі, сусынның 3 түрі. Бәрі бір тамаққа, бірақ ол бөлінеді дұрыс қой. Мысалы мен киім болса, бас киім, көзілдірік, не бар тағы болса, футболка, шорти, анау деген бөлінеді сияқты. Ал кәдімгі бір зат болғанда тупо қосамыз, если тамақтың, в общем, разновидности болғанда, бәрін көбейтеміз болды. Логикасы осында. Так, келесі кетті. Жас алаш білім беру орталығында 300 оқушы білім алады дейді. Олардың 84-і биология пәнін таңдаған дейді. Диаграммада мәліметтер пайдаланып, математика пәнінен неше оқушы қатысатынын анықтаңыз дейді. Ең қарындар бұл жерде не деген ғой? Пайызбен араластырып келген есеп. Так, барлығы 300 оқушы, олардың 84-і биология дейді. Мынау 84-і биология. Енді математика пәнінен неше оқушы қатысатынын табыңыз дейді. Бізде математиканың несі берілмеген, проценттік көрсеткіші берілмеген. Енді қараңдар, біз не істейміз? Сан арқылы пайыз табамыз, пайыз арқылы сан табамыз. Получается, мен не істеймін? Общий мне 84, сол 84 бөліктің, 300 бөліктің 84 бөлігінде биология пәнін таңдаған адамдар не істеп тұр. Значит, мен 84-ті 300-ге бөлемсем қанша болады? Так, қанша пайыз болады бөлсем? 28%. 0,28 санды процентке айналдыру үшін мен 100-ге өтем. Менде 28%. Получается, менде биология таңдаған, ол менде 28%. Ал бізде енді барлық полноценный ол 100% дұрыс қой. Мысалы мен бүкіл денем, Құдайға шүкір, 100% толық. Вот. Сол сияқты мына жақта 100% болу керек. Қараңдар, мына жерде 28 биологияға шықты ма? Шықты. Кетті, келесі. География 20%. Физика 25%. Так, қосылған химия 15%. И математика белгісіз x% салайын. И барлық общий 100% қамту керек. Ал кәдімгі арифметика қоссақ, так, 28 қосылған 20, қосылған 25, қосылған 15. Менде общий барлығы 88% шықты. Тең болады 100%. Сол получается мен x% алу үшін мен 100% азайтамын 88. Получается менде математика 12% екен. Математика менде 12%. Енді менде барлығы табылып тұр. Вот. Значит, мен не істеймін? Сан арқылы пайызын табамын. Общий менде 300 оқушы, соның 12 бөлігін не алып тұр? Математика алып тұр. 12 бөлінген 100 процентке айналу үшін. Бұл процентте. Сонда получается не істейміз? 300-ді көбейтеміз 12-ге бізде 3600. 3600-ді 100-ге бөлемсақ бізде 36 оқушы. Получается 300 оқушының 36 оқушы бізде математика таңдаған екен. Так, келесі. Егер x дельта y тең болады, x квадрат қосқан y логика қалмауы орындаса, онда 3 бұрыш 2 негізін мәнін табыңыз. Бұл сендер кәдімгі халявный бал десекте болады. Просто x пен y орнап барып, мына санды қоя салсыңдар. Сол получается 3 үтір
түрде ма 3/2 тең болады 3-тің квадраты қосқан y. Орнына жаза алмаймыз. 2-нің квадраты қосқан 3 демейміз. Орнына как қалай тұр солай қоямыз. Сонда 3-тің квадраты бізде 9, и қосылған 2 бізде 11 деген мынау А жауабын бере салады екен. Так, келесі. Дөңгелек тәрізді жерді диаграммада секілді 3 бөлікке бөліп раушан, түймедақ және лала гүлдері егілді дейді. Егілген түймедақ гүлінің саны 60 дана болса, жалпы қанша гүл егілді дейді. Так, бізде общий шеңбер 360 градус құрайды. Шеңбер бізде 360 градусты құрайды. Егер түймедақ бізде қандай цвет берілген? Көк цвет. Түймедақ бізде 60 дана болса, бізге табу керек жалпы қанша гүл общий. Енді қараңдар, мен пайыз арқылы сан табамын. Біз мен менде не курсымда бар, пайыз арқылы сан табу, сан арқылы пайызын табу. Енді бұл жақта пайыз арқылы сан табасың. Өйткені қараңдар, мысалы қараңдар. Общий бізде 360 градус, сол 360 градустың 120 градусына алып тұр. Яғни ол 3/1 бөлігі. Значит, 120-ны бөлеміз 360 градусқа. Ол бізде 3/1 бөлігі. Өйткені 20 қысардымызда, мына 20-ны 1-ге қысарып кетті. 20-ны 3-ге бөлетімізді. Дальше 363-ге бөлетімізді. 120 шыға салады. Вот. Получается 3/1 бөлігі алып тұр. Енді бізге табу керек. Так, қанша болады? Бізде 60 дана түймедақ гүлі, ол общийдің 3/1 бөлігін алып тұр. Ал бізге общий біреуін табу керек. X дана деп жаңа пропорцияға салсамыз, мынаны былай көбейтеміз, мынаны былай көбейтеміз. Получается x көбейткен 3/1 тең болады, 60 көбейткен 1 60 болады. Енді бізге бөлінген кезде жетік, теңдікті мына жағына өткіземіз. Сонда 60 бөлінген 3/1 x тең болады. Именно бізде бөлшекте бөлінген кезде мына екеуінің орны ауысады. Сонда 60 көбейткен 3 бөлінген 1 3 шығасады. Сонда получается бізде x-тің мәні 180 гүл бола салады екен. Бізде общий 180 гүл деген мынау Д жауапта тұр. Так, келесі. Кестедегі сандар белгілі бір заңдылықпен берілген. Сұрақ белгісінің орнындағы сандарды табыңыз дейді. Так. Жалпы мен былай бітсем болады ғой. Қараңдар. -4-тің квадрат десем, менде 16-ны беріп тұр. -4-тің кубы десе, ол менде -64 беріп тұр. Вот. Ал мынау бізде 4-тің өзінің бір дәресі. 4-тің бір дәресі ол бізде -4-ті беріп тұр. Вот сондай. Сонда, так. Бізде получится сол кете берді. -3-тің бір дәресі өзіне тең болады, -3-тің квадраты 9-ға тең болады, -3-тің кубы 27-ге тең болады. Сонда получается бізге 6-ның ерін табу керек, квадратын и кубын табу керек. Сонда получается 6-ның бір дәресі бізде 6-ға тең болады. 6-ның квадраты деген 6-ның өз-өзіне y көбейтеміз. 36. 6-ның кубы 6 көбейткен 6 бізде 216. Получается 36 мен 216 деген мынау С жауабы бола салады екен. Так, келесі. Төмендегі суретте көрсетілген текше тәрізді қорапты толық бояу үшін 200 грамм бояу жұмсалады дейді. Төмендегі так, суретте жоғарыдан текше қораптың 4 данасын біріктіре құралған дененің толық бояуға кететін бояу мөлшерін анықтаңыз дейді. Так. Получается бұл жерде мынандай. Бізде мынау текшеде отырған кәдімгі куб. Бізде кубтың қанша жағы бар? 1, 2, 3, 4, 5. Так, 2, 4, 6. Значит, бізде сол 200 граммда 6 жағын бояу кетеді. Енді қараңдар, бізде мына жерде сәл логика керек та. Бізде мына жерде бояған кезде мынау шеті боянбайды. Мына шеті и мына шеті. Сонда получается, бір жағына кететін бөлік табу үшін мен 600-ды, точнее 200-ді 6-ға бөлемін. Ол менде 100 бөлінген 300-ді 3-қа береді. Получается, менде бір жаққа бояуға осындай грамм бояу кетеді екен. Енді бізде қараңдар, қанша жағы бар бояудың? Мына үстің жағы 1, 2, 3, 4, 5 и 6 дұрыс қой. Үсті 2 шеті. 6 кетті. Асты 7, 8, 9, 10 кетті. Асты үсті кетті.
екі шеті кетті, енді бізде мына екі жағы керек, дұрыс қой. Мынау 11, 12, 13, 14 и арғы жағы 15, 16, 17, 18. Получается, осыны бір жаққа осы кетсе, получается, осы граммды несеміз 18-ге көбейте салып келеміз. Сонда бізде так қанша болады? 18-ді 3-ке қысқартсақ 6 болады. Получается, бізде общий 600 грамм бояу кетеді деген сөз. Так, ол бізде мынау В жауабы деген сөз. Кейбіреулер былай істеуі мүмкін. Мысалы, бір куб па? Вот, кетті. Анау общий 4 куб бар, 204 көбейтемін, мынау 800 белгілі салады. Ол вообще қате болады. Ол абсолютно қате болады. Вот, өткен неге? Өткен мына жағы боянбай тұр ғой бізде, бір жағы. Бір, так, 1, 2, 3 жағы боянбай тұр. Тәші 6 жағы. Мына кубтың и мына кубтың, общем, екі жақтан 6 жақ боянбай тұр, осында бізде. Вот, осындай. Так, келесі екінші нұсқамызды табыстауды берейік. Ары қарай теңдіктерді орындаған заңдылықты анықтап, сұрақ белгісінің орындағы санын табыңыз. Бұл бізде наурыз ОБД-да келген есеп, скорее всего, либо неде келген есеп, қаңтарда келген есеп. Айтады бізде 1, 3, 2, 16 береді, 2, 2, 3, 64 береді, 18, 2, 81 береді, 2, 3, 3 нен береді деген сөз. Жалпы бізде заңдылықты не істейміз? Қосамыз, азайтамыз, бағана айтқандай, қосамыз, азайтамыз, көбейтеміз, бөлеміз, кубтаймыз, кварттаймыз, азайтамыз, в общем. Білгеніміз істейміз. Менде мына жақта байқап тұрған нәрсе, мынаны көбейтіп көрейін. 3-ке 2-ні көбейтсем, менде 6 болып қалады. Бізге 16 жу керек. Сәл кеме түрі. Қосып көрейік. 1-ге 4-ті қоссам 4, 4, 2, 16. 4, 2, 16. Бізде 4-тің квадрат 16. Значит, получается, бізде заңдылық не болды? 1 қосылған 3, и соның квадраты бізде 16 береді деген сөз. Если осы заңдылық ана қалған келесі сандарға да орнаса, значит, біздің заңдылығымыз дұрыс деген сөз. Так, получается, 2 көбейткен 2 қосылған 2, и оны кубтау деген сөз. Значит, 4-тің кубы бізде 64. Келіп тұр. 1 қосылған 8, соның квадрат тең болады 81. Өткен бізде 9-ның квадрат 81 болып тұр. Получается, 2 қосылған 3, и соның квадраты болса, 2 3 қоссақ 5, 5-дің квадраты бізде 25 деген мынау. Ой, подожди, 5-тің кубы екен ғой. 5-тің кубы болса 125 болады. Ол бізде мынау С жауабын беріп тұр. Так, келесі. Кесте бойынша заңдылықты анықтай отырып, сұрақ белгісіне қандай сан сәйкес келетінін анықтаңыз дейді. Біз көбейтіп көрейік, көбейтіндіге келетін сияқты. 3-ке 6-ны көбейтсек бізде 18 беріп тұр. 5-ке 8 көбейтсек бізде 40 беріп тұр. 7-ке 10 көбейтсек бізде мынау 70 беріп тұр. 70 деген ол бізде мынау А вариантына тұр. Так, келесі. Ардақтың ойын сүйегінің 63 рет лақтырғандағы ұпайлары кестеде көрсетілген. Орташа ұпай шамамен қанша болатынын анықтаңыз дейді. Жауабын 0,101-ге дейінгі дөңгелектеңіз дейді. Так, жиілікте отқан қанша рет лақтырған? Мысалы, ол 1 балды 12 рет лақтырып алған. Жиілікте отқан айтады ғой, үйге жиі келіп кетті, үйге жиі келеді. ОБД-да жиі келеді деп айтады. Жиі получается, ол частота көп келетін. Получается, ол 2 балды 7 рет атып не істеген. 3 балды 15 рет атып жинап алғанда. Вот. Получается, орташа ұпай жинау үшін мен не істеймін? Мынаның бәрін бір-біріне көбейтсем бірінші. Кәдімгі арифметикалық орта ғой. Мынаның бәрін бір-біріне көбейтсем. 1 көбейткен 12, 2 көбейткен 7, қосылған 3 көбейткен 15, қосылған 4 көбейткен 11, қосылған 5 көбейткен 8 и қосылған 6 көбейткен 10. Ең осыны бөлемді қаншаға? Мыналардың қосындысына. Кәдімгі арифметикалық орта бұл жерде. Так, 12-ке 7-ні қосам. Қосамын 15-ті, қосамын 11-ді, қосамын 8-ді, қосамын 10-ды. Ал бәрін көбейтіп есеп шығайық. Так, 1-ге 12, 12 шығады, 2-ке 7, 14 береді, 3-ке 15, 45-ті береді, 4-ке 11, 44-ті береді, 5-ке 8, 40-ті береді, мынаған 60-ті береді. И бөлемін. Так, 12-ке 7 бізде 19, 15-ке 11, 26, 10-ға 8, 18. Бәрін қосып жасайыншы. Так, 12 қосылған 14, қосылған 45, қосылған 44, қосылған 40,
қосылған 60. Общий менде 215 шықты. Астында қанша шығады? 19 қосылған 26 қосылған 18 менде 60 шығады. Получается мен 215-і бөлемін 63-ке жоқтауынан шығады өзі. 3-те 40 ешіп кетеді. 3-те 41 269. Енді бізде 0,121 бөлік кетеді. Ол бізде мынау бөлік болады. Неға дейін? 3-те 41 деген ол бізде мынау А жауап болсады. Так, келесі. Сыныптағы 27 оқушының 14-ті оқушысы қыздар, қалғаны ұлдар дейді. Тақтаға шыққан бір оқушының ұл болу ықтималдығы. Кәдімгі ықтималдың формасы П тең М бөлінген Н. Мынау керегі. Мынау барлығы. Содан получается бізде керегі ұлдар. Ең қараңдар. Общий 27 оқушының 14-ті қыздар болса, осыны табу үшін общийдан мен азайтамын. Нені? Общийдан азайтамын мен нені? Қыздар. Значит, получается менде 13 ұл болады. 13 ұл. Общий менде 27. Значит, мен 13-ті бөлемін 27-ге деген мынау Д жауап болады. Если бізде қыз болу ықтималды болса, 14-27-ге бөлеме, бұл бізде қыз болу ықтималдылығы. Қыз болу ықтималдылығы. Ықтималдылығы. Но ешқайсы ешқандай шартқа келмейді. Вот. И то же самое, ол болуының, ол болмауының ықтималдығы болса, тоже мынау вариант В жауап бола салады. Если қыз ол болмау десе, если ол болу болса бізде, мынау Д жауап бола салады, дұрыс. Кеттік ал келесі. Ағаштың көлеңкесінің ұзындығы 10 метр, ал бойы 1,7 метр болатын адамның көлеңкесі 2,5 метр. Ағаштың биіктігі дейді. Бұл жерде кәдімгі пропорция. Мынандай бір ағаш тұр деп елестетейік. Мынандай ағаш тұр. Осының көлеңкесінің ұзындығы 10 метр. Ал кәдімгі ағаштың биіктігі бізде берілмеген. Ал адамның бойы 1,7 болатын биіктігі 1,7 болатын метрдің, адамның көлеңкесі 2,5 метр. Получается мына 1,7 бөлінген 2,5 1,7 отқан бізде адам биіктігі. То же самое ағаштың биіктігін сол үстіне қойымыз. Шатастырып, ағаштың биіктігін жазып қойымыз. Биіктікке биіктік, көлеңкеге көлеңке жазуымыз керек. Получается биіктік болса мына жер. Ағаштың биіктігін H есалайын. Ал кәдімгі несі көлеңкесі 10 болып тұр. Ең кәдімгі пропорция келеді. Мынау былай болса. Так, H көбейткен 2,5 тең болады 1,7 көбейткен 10 болады. Сосын H көбейткен 2,5 тең болады 17. H-тың мәнін табу үшін мен 17-ні бөлемін 2,5-ға. Ал бөліп көрейін қанша болады. 6,8 болады. Получается бізде ағаштың биіктігі қанша болады? 6,8 метр деген. Ол бізде мынау Д жауап бола салды. Так, кеттік келесі. Балалардың жүзу хауызына бару үшін бір реттік төлем 5 теңге, ал 24 рет баруға арналған абонемент 9600 теңге тұрады. Абонемент алу құны бір реттік төлемге қарағанда қанша процентке үнемдірек екенін анықтаңыз. Мынау сендер кәдімгі өмірге керек нәрсе кәдімгі мысалы болшы. Мысалы менде андай ситуация болады. Автобусқа мінген кезде кәдімгіде каспимен төлей алмай қаламын да. Мысалы бізде Таразда немен төлейміз? Тупар картамен, неше то, в общем, сонымен төлейміз. Онымен 100 теңге төлеймін. Ал кәдімгі мен наличка төлесем 130 теңге төлеймін. Значит, мен маған удобно кәдімгі Каспиға салып төлеген дұрыс, чем наличкаға қарағанда 130 теңге. 30 теңге мен артық төлеймін деген сияқты. Вот. Сонда получается қараңдар. Общий бір реттік төлем 500 болса, 24 рет болса, біз 500-ді көбейтеміз 24-ке. Ол менде 12 мың теңге. Как бы наличка төлегендей болып тұр мен автобуста. Ал кәдімгі ашым бір айға, тәші 24 рет бір абонемент 9600 теңге тұрса, не істеймін? Мен общий сол 9600-ді бөлемін 12 мың теңгеге. Вот. Кәдімгі ықтималдық сияқты тоже. Процент. Получается 9600-ді мен бөлемін 12-ге. Ол менде 0,8. 0,8 отқан менде 80%.
Значит, получается, абонемент алу құны бір реттік төлемге қарағанда қанша процентке үнемдірек десек, в общем, менде 100% қой. Сол вообще 100%-те мен азайтамын 80%. Ол менде 20% үнемдірек болады екен, получается. Басқа осы процент деген тақырып өмірге де керек болады, математикада керек болады. Вот. Ол бізде мынау в жауабы болса, да? Так, кеттік келесі. Жиынға келген қонақтардың 19-ы қымыз, 17-сі шұбат, 21-і айран, 4-еуі қымыз бен шұбат, 5-еуі шұбат пен айран, 5-еуі айран мен қымыз, 3 қонақ 3 сусынды да ішеді дейді. Келген қонақтардың кез келген сусынды алу кемінде біреуін ішеді дейді. Тек 2 сусынды қымыз бен шұбатты, шұбат пен айранды, айран мен қымыз ішетін қонақтар саны дейді. Бұл кәдімгі бізде Вен диаграмма деген бір математикалық тақырыбында. Мынандай. Если 3 нәрсе 3 элемент болатын болса, біз үшеуін де қиыстырамыз былай қарай. Мынаны қымыз деп жазып қойын. Мынаны так шұбат, 20 так бізде айран сосын. Енді айтып тұр бізде 3 қонақ, ең бірінші соңынан бастаймыз. 3 қонақ 3 сусынды, значит мен ортасына мен 3 жазамын. Ортасына мен 3-ті жазамын. Так, кеттік келесі. 5-еуі айран мен қымыз дейді. 5-еуі айран мен қымыз бізде мына екі нәрсе. Значит біз уже 3 қонақты да ішеді. Значит 5-еу болса мен нақы 2 болды. Значит получается мына екеуінің несі менде 5 штук болу керек қой. Ой, ё-моё, өш қалды мынау. Осы екеуінің несі бізде 5 болу керек. Так, кетті. Келесі 5-еуі шұбат пен айран дейді. То же самое уже 3-еуін уже забронировать етіп қойды. Қалған уже 2-еуі. Қалған 2-еуі. Мынаяқта 5-еуі шұбат пен айран. Келесі 4-еуі қымыз бен шұбат дейді. Қымыз бен шұбат бізде уже 3-еуі забронирован. 4-еудің 3-еуін алсақ уже 1-еуі кетті. Енді общий біз наған көшеміз? 21 айран. Получается, мына общий бір дөңгелектің барлығының қосындысы 21 болу керек. Айран бізде 21 болу керек. Получается, мен мына жер x деп алдым болсам, 2 қосылған 3 қосылған 2, мына шеңберімді айран мынаған касается отырсыз ғой. Вот. Сонда қосылған x тең болады 21, 2 3 5, 5 2 7, 7x қосылған 21. Подождите, бізде не сұраған? Тек 2 сусынды қымыз бен шұбат, шұбат пен айран, айран мен қымыз ішетін қонақтар саны. Бізде вообще не керек емес екен, айран керек емес онда пока что. Так, қымыз бен шұбат бізде қанша адам ішкен? Қымыз бен шұбатты бізде 1 адам ішкен. Қымыз бен айранды 2 адам ішкен. То же самое шұбат пен айранды 2 адам ішкен. Сонда бізде общий 5 қонақ 2 сусынды ғана ішкен екен. Вот осылай. Ал если жаңағы көрсетсем, если айранды тап десе, мына жерде x деп аламын да, общий сол Вен диаграммада қанша сан тұр, соның барлығын қосамыз. Артық етпейтін түсіндірсем. 21, общий бізде айран 21. Так, сонда 5, 7, 7x тең болады 21, x тең болады бізде 14. Получается бізде тек қана сол 14-дан тек қана айран ішкен. Получается бізде айран 14. Тек қана айран. Ал қымыздығы бізде қанша болып тұр? 19 болып тұр. То же самое жерде x деп алсақ, 1 қосылған 3 қосылған 2 қосылған x-іміз бізде не болып тұр? Қымыз бізде общий 19 болып тұр. Сонда 1 қосылған 3 қосылған 2 бізде о май гад, 6 ма? 19. Получается, тек қана қымыз ішкен, сонда бізде 13 қана. Тек қана қымыз. 13. Вот. Келесі шұбат. Шұбат бізде 17 дейді. То же самое мына жерде x деп ала салайық. Сонда общий шұбаттың несін алатын болсақ, 1 қосылған 3 қосылған 2 қосылған x тең болады қымызды шұбаттыкі 17. Так, тоже мына жақта 6x тең болады 17, x тең болады 11. Получается, тек қана шұбат ішкен адамдар саны қанша болып тұр? 11 болып тұр. Өйстіп табамыз. Ал если жалпы келген қонақтың саны тап десе, тупо қаншасын тұр, соның бәрін қосып аламыз. Сонда 13-ке 1-ді қосамыз. Қосамыз 11 қосылған 3 қосылған 2 қосылған 2 қосылған 14. Келген қонақтың саны тап десе если. Так. Қосып шығайық бәрін. 13 қосылған 1 қосылған 11
қосылған 3 қосылған 2 қосылған 2 қосылған 14. Получается бізде общий 46 қонақ екен. Мен как бы андай есептердің қалай келу жағын түсіндіратым ғой. Нақты тек қана сен қымыз бен шұбат пен айран мен қымыз ғана тап деген. Мысалы несін сұрауы мүмкін. Тек қана қымыз ішкен адамдар саны, ол бізден мысалы тап десе 13 болады. Тек қана шұбат ішкен адам саны тап десе 11 болады. Тек қана айран ішкен адам тап десе, ол бізде 14 болады. Келген қонақтың саны тап десе, барын қосасыңдар, болды, все. Келет саны бит өзгеріп келу ықтималдығын түсіндіремін сендерге ше есептен. Вот осылай. Келесі. Заңдылықты анықтай отырып, сұрақ белгісінің орнындағы санын тап дейді. Так, мен бірінші қосып көрейін ана. Заңдылық болса, жаңа айтмай қосамыз, азайтамыз, көбейтеміз, бөлеміз, в общем, білген істейміз. Қосып көрейік. 13 шығады. 13-дің 65-ке қандай қатынасы бар? Қандай байланысы бар бізде? 13-ті 5-ке көбейтсек бізде 65 болады. Получается бізде заңдылық қандай? 9 қосылған 4 көбейткен 5 тең болады 65. Келесі заңдылықты көрейік. 8-ге 7-ні қосамыз. Көбейтеміз 5. 15-ге 5 75. Уже сәл кемей қалды бізде. Онда біздің заңдылық дұрыс емес. Так, 9 қосылған 4 13. Сонда бұл жерде заңдылық қандай бізде? Маған қызық болып тұрғаны. Бай істеп көрсек қалай болады? Так, 9-ға 4-ті қосты менде не болды? 9-ға 4-ті қосты менде 13 болды. 9-дан 4 азайтай менде 5 болды. Осы екеуінің көбейтіндісі менде 65 болды. Анаған келтіріп көрегенді. Екіншісіне 8 минус 7 и 8 плюс 7. Наяқта 1 шығады, наяқта 15 шығады. Получается біз 15-ке 1-ті көбейтсек, наяқта 15 деген жауап шыға салады. Ол дұрыс. Келесіне көрегенді. Мына жер x деп айтсам, белгісізді. X минус 6 и x плюс 6 тең болады 13 болу керек. Вот. Сонымен бұл жер бетсем болады. Бұл кәдімгі математиканың несіне келеді? Кәдімгі қысқаша көбейту формасы деген заңдылық бар. Мысалы а квадрат минус b квадрат болса, а минус b и а плюс v. Сонда получается мен әрқайсысын квадрат ететін болсам, x квадрат тең болады 6 квадрат менде 36 тең болады 13. Мынаны бары өткізіп жіберемін, x квадрат тең 49 болады. Сонда x-ің мәні бізде 7 болады. Вот. Получается мен 7-ге 6-ны қосамын. 7-ге 6-ны қосам менде 13, азайтамын 1. 13-ке 1-ді көбейтемін, 13 шығып тұр. То же самое мынаны да дәлелдеп көрейік. 6-ға 5-ті қоссам 11, 6-тан 5 азайтсам 1 шығады. 11-ге 1-ді көбейтсем менде сол 11 шыға салады. Получается бізде белгісіздегі орнына алсам, ол бізде 7 бола салады деген сөз. Так, келесі. Жаға жерде 2 орынды және 4 орынды 13 қайық бар. 50 адамнан тұратын туристер қайыққа орналасқанда 12 туристке орын жетпей қалды дейді. Жаға жердегі 2 орындықты қайық санау үшін құрылған теңдеуді табыңыз дейді. Так, бізде общий бізде 50 адам, получается 38-дің. Так, подождите. 2 орынды және 4 орынды 13 қайық бар. 50 адамнан тұратын туристер қайыққа орналасқанда 12 туристке орын жетпей қалды дейді. Получается, общий 50 адам болса, одан 12-ні алсамыз бізде 38 адам. Получается, бізде питовайға бұл жерде x деп отқан 2 орындыға отыратын адамдар саны, 2 орынды қайыққа отыратын саны. Ал бізде общий 13 қайық болса, значит 13 азайтқан x, ол бізде не болады? 4 орындық қайық болады. Получается, біз жерде 2x деп отқан менде 2 орындыға отырған адамдар саны, тәжі туристер саны, и қосамын жаңа 4 орынды 13 минус x. Ол бізде мынау, Ол бізде мынау. Тең болады бізде 38. Вот, получается, бізде жауабы не болады деген сөз? Ол бізде азайтынымыз неқта қосынса а жауабы бола салады деген сөз. Вот, осылай. Келесі. Мынау бізде хит есеп, бұл бізде наурыз ОБД-да маған келген есеп. Өзімде наурызға кірдім ғой. Наурыз ОБД-да келген есеп бұл.
айтады бізде ұзындығы 50 сантиметр және ені 40 сантиметр болатын қорапты сұр түсті қағазбен қаптап сыртынан қызыл лентамен орады дейді. Қызыл лентаның ұзындығы 300 сантиметр болса, онда қаптауға кеткен қағаздың ауданын бүгіндіге кеткен тұстар есептелмейді, оны табыңыз дейді. Так, жалпы бізде табаны 50-40 болып тұр. Қызыл лентаның ұзындығы 300 сантиметр болса, онда қаптауға кеткен қағаздың ауданын тап. Мен мұны қалай істеп едім? Бір бәле қылып есептедім ғой мен мұны. Жалпы бізде бұл кәдімгі 3D фигуралардың анауын есеп қой. Бірінші біз не істейміз, жаңағы общий ауданды тауып алайық. Общий тобық бетін ауданы. Бізде именно параллелепипедтің тобық бетін ауданы 2АВ қосылған АСы қосылған ВС. Именно АВС деп отқан А ұзындығы, В ені и және С биіктігі болып табылады. Получается, С деп отқан биіктігі болса, мынау бізде С. Именно қызыл лентаның ұзындығы С. Мынау С, мынау С, мынау жақта да С, мынау жақта да С, мынау жақта да С. Так. Кәс, бір минут. Так, сонда бізде қанша болады? Маяқта. S. И то же самое мына жердегі әдемілеп салайын қазір. И мынау общий несі бар? 4S болып тұр, общий 4S. И қосылған мына жағы 50, мына қызыл лентаның ұзын жағы 50. Тоже астында да 50. И то же самое, так, бізде қай жеріне кетеді? 40 бізде мына жағына кетеді. 50 мына жағына кетсе, 40 мына жағына кетеді болып тұр осында. Сонда екі жағына 40 тең болады 300 сантиметр болып тұр осында. Ал бәрін қосайық, сонда бізде қанша болады? Так, 4S қосылған мынаяқтан 100 болады, мынаяқтан 80 болады, тең болады 300. 4S тең болады 300. Мына екеуін қосып 180. 180-де мен теңдіктің мына жағына өткіземін. Сонда 4S тең болады 120. S тең болады, получается менде 30. Получается бізде биіктігі не болып тұр? 30 сантиметр болып тұр. Мынау S 30 сантиметр болып мына жер. Получается не істеймін? Мына формаға сала салам. Мына формаға сала салам. Вот. Сонда салатын болса менде не болады? S толық беті. Екі еселенген, так, 50 көбейткен 40. Қосылған 40 көбейткен 30. И қосылған 30 көбейткен 50. Ал есептейін. 50-ге 40-ты көбейтсек 2000. 40-қа 30 көбейтсем 1200. 30-ға 50 1500. Ал есептеп бәрін қосайын мен. Так, 2000-ға 1200 3200. 3200-ға қосамын 1500. 4700. 4700 2 өтем. 9400 сантиметр квадрат деген мынау әп-бәрекелді А жауабы шыға салады екен. Вот осымен екі нұсқамыз талдап біттік. Келесі нұсқаларды бөліп салатын боламын. Ал қосшылаймыз, келесі сабақта көрсенше сау болыңдар.